Ассаляму алейкум. Бүгін сіздерге кешкі ауызашарға сүйек сорпасын жасауға кеңес беремін. Жілік майы сүйектің пайдасы коллагенге мол тағам болып есептелінеді. Мынау бізде сүйек, бұл базарда осы 2 данасының өзі 500 теңгеге сатылады. Жай ғана сүйектің өзі. Бұны көріп жатсаңыздар, мен морозильникте сақтағанмын. Енді қазанымызға су толтырып, осы сүйектерді салып қайнатуға қоямыз. Бұл бізде сиырдың сүйегі, яғни бұда жілік май өте көп. Менде кішкене су көп болып кеткендіктен азғантай алып жатырмын. Енді бұны қайнағанша күтеміз. Қайнауға жақындаған кезде көбіктер шығады. Жақсылап 2-3 қайтара көбігінен тазалап алыңыз. Одан кейін 13 пен 16 сағат аралығында өте баяу отта пісіріңіз. Сол кезде сүйектің өзінің майы шығып, жілігі толықтай піседі. Жілік майын жеген өте пайдалы. Жілік майы деген ол коллаген деген сөз. Коллаген біздің ағзамыздағы ақуыз. Ол өте қажет нәрсе. Тізе ауру, буын ауру, аяқтың қақсауы, қан ұюы болып жатады ғой адамда. Міне осы жілік майының азығынан болады. Дана халқымыздың бесік жырында жілік шағып берейін деген сөз бар. Ол бекерден бекер айтылмаған. Қазіргі балалар жиі ауырады, үлкендер де жиі ауырады. Буын аяқтары қақсайды. Ол жілік майының жетіспегендігінен. Коллагеннің дәрі түрлері шыққан ғой. Сізге сонша қымбат нәрсеге алғаннан осылай сүйекті аптасына 1 рет болсын қайнатып жеңіздер. Менде қазір 12 сағат тұрды. Енді кішкене сылдыр сорпа болып қалмау үшін мен картоп қостым. Тағы да картопты қосып бір піскенше күтемін. 1 сағатқа қалдырдым, жақсы езіліп пісе берсін деп. Одан кейін біздің сорпамыз толықтай дайын болады. Міне қараңыздар, сорпаға майы қалай шыққан. Бұл өте пайдалы. Қараңыздар, жілігіне қараңыздар. Бұл тек қана сүйек болып көзге көрінуі мүмкін, бірақ өте тойымды. Мына 2 сүйекке 4 адам кәдімгідей тояды. Біз осы сорпасын ішіп, майын жеп, сүйекті кемірдік. Негізінде бұның қасына ешқандай самса болмаса қосымша нәрсе дайындаудың қажет жоқ. Бұл өзі онсыз да тойымды. Май деген өзі тойымды нәрсе. Мен мына қысқа видеоға пайдасын барлығын жеткізе алмадым. Кез келген интернет желісіне жілік майының пайдасы, коллагеннің пайдасы деп жазсаңыздар, одан да көп ақпарат аласыздар. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Сіздерге барынша түсіндіруге тырыстым. Егер де ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы.